Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүтімізді міндетті түрде жылы болу керек. Үстіне 1 шай қасық аштығымызды саламыз. Тұзымыз бен құмшекерімізді саламыз. Сұйық майымызды құямыз. 1 шай қасық ұнымызды қосып, венчикпен барлығын араластырамыз. Ұнның іркісі қалмайтындай жақсылап араластырамыз. Және араластырып болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қоямыз. Мына ашытқымыз кішкене ашу керек. Жақсы ашыған ашытқымен илеген бауырсағымыз әдемі және жақсы тез көтерілетін болады. Міне біздің ашытқымыз да кәдімгідей әдемі болып ашыды. Енді осыған қамыр илейміз. Ол үшін ұнымызды саламыз. Венчиктің көмегімен кішкене ұнымыз қоюланғанша қалақшамен ұнымызды араластырып аламыз. Енді жартылай қалған ұнымызды салып, венчигімізді алып тастап, қолымызбен әдемі жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды әбден ұнның өткісі қалмайынша және қамырдың июі қанғанша әдемілеп илейміз. Бізде әдемі жұмсақ қамыр пайда болады. Пищевой пленкамен бетін жағып, 1,5 сағатта қамырымыз көтеріледі. Қолымызды сұйық маймен майлап алып, қамырымызды әдемілеп қайырып, июін қандырып тағы да бір илейміз. Қамырымыз екінші рет көтерілген кезде қамырымызды осылай әдемілеп жайып бауырсаққа дайындаймыз. Енді қараңыз, қамыр ысқышпен жайсаңыздар да болады. Мен осылай қолыммен әдемілеп келтірдім. Енді қамыр кескішпен бауырсақтың формасын келтіреміз. Бауырсақты дөңгелек қылып кесіп алсаңыздар да болады. Болмаса кішкентайлап бүркіштеп кесіп бауырсақ пісірсеңіз де болады. Мен өзім екі түрінде жасай беремін. Сіз бауырсақ пісіргенді жақсы көресіз бе, не және жиі пісіресіз бе? Комментарияға жаза кетіңіздер. Қамырды қолымызбен басқаннан кейін тағы да бір жарты сағат 15 минутқа көтеруге қоямыз. Енді тапамызды қыздырып, жаңағы көтерілген бауырсақтарымызды майға салып жақсылап пісіріп қуырып аламыз. Міне бауырсағымыз әдемі домалақ болып көтерілді. Бір беті піскеннен кейін екінші бетін аударамыз. Өзіңіздің қалауыңызша, бір адамдар қыздырып қып-қызыл қылып алады, біреулер қатты қыздырмайды. Өзіңіз қалауыңызша қуырасыздар. Піскен бауырсақты салып аламыз, және де екінші көтеріліп тұрған порция бауырсақты тапаға салып пісіріп аламыз аяғына дейін. Бауырсақтарымыз әдемі көтеріліп, әдемі жұмсақ болып, көлемді болып пісті. Өте дәмді, өте көлемді, өте жұмсақ бауырсақ болды. Сіздер де дәл осылай істеңіздер. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.